Бәріне сәлем, тігін блогына қош келдіңіз. Сіздермен Гүлхан. Бүгінгі видеода біз костюм шалбардың мына бел жағын қысқартуды үйренетін боламыз. Енді шалбарымыздың мына артқы жағын ашып қарасақ, бізде осындай қосымша мата болады. Шалбар бел жағынан тар немесе кең болған кезде осы жерден кеңейтіп тарылтатын боламыз. Белден бастап мына ауызсығына дейін сөгіп аламыз. Осы аралыққа дейін сөксек жеткілікті. Белдікке арналған бөліктерді тастамаймыз. Сөгіп алдық. Содан кейін ине түйреуіштермен қайтадан түйреп қойдық. Енді бізге мына бел жағынан неше сантиметр қысқарту керек, соның жартысын мына жерден сызамыз. Мысалы, маған осы шалбарды 9 сантиметрге белінен қысқарту керек болады. Яғни мен мына бағанағы тігістен, солға қарай соның жартысын сызамын, 4,5 сантиметр. Сізде өзіңізге қажет сантиметрді мына бағанағы сызықтан соның жартысын осылай сызып алып, жаңа сызық жүргіземіз. Жаңа сызықты осылай белгілеп аламыз. Ал мына қара бөліктен 5 мм-ге аз сызамыз, яғни мына 4,5 емес 4 сантиметр сызамыз. Ал тігістің тікпестен бұрын бағанағы екі белдіктің мына бауынан біреуін осылай кіргізіп аламыз. Инемен түйреп тігіп қоямыз осы жерді. Мына жерде бізде екі белдік өткізетін бау болған, біз біреуін тіктік, енді ау тігісін тігеміз. Ау тігісін екі қайтара тігеміз. Енді мына жердегі барлық припусты қиып жібермейміз, кемінде 3 сантиметр қосымша мата қалдыруымыз қажет болады. 3 сантиметр қосымша қалдырып, қалған бөлікті қайшымен қазір қиып тастаймыз. Енді мына бөлік сетінеп кетпес үшін оверлоктап шығамыз. Енді бізде осындай оверлоктың тігістері қалады. Солар осылай шығып тұрмас үшін жуалды зейнені алып, мына оверлок тігістің ішіне өткіземіз. 3 сантиметр өткіземіз. Содан кейін мына 3 немесе 4 жіпті мына иненің көзінен өткіземіз. Инені осылай шығарамыз. Сосын жіпті түбінен қиып тастаймыз. Сонда біздің оверлок жібіміз шығып тұрмайтын болады. Барлық 4 жағын тура солай қайталаймыз. Енді мына припусктарды екі жаққа қаратып, жақсылап үтіктеп аламыз марльмен. Енді мына бауымызды тігуіміз керек болады. Тура осылай жатқызып, алдыға артқа 2-3 рет жүріп өтеміз. Кию барысында мына бел ажырап кетпес үшін мына жерден және мына жерден екі жерден тігіс жүргізсек болады. Мінекей шалбарымызға сыртынан да қырын түзулеп үтіктеп алдық. Осымен біздің шалбарымыз дайын. Жақындарыңыздың шалбарын тігіп, тапсырыс тігіп табыс табыңыз. Сіздермен болған Гүлхан. Келесі кездескенше.